Жаратылыс кітабы, 1 бап. Ең баста Құдай аспан һәм жерді жаратты. Жер түр-түссіз, қаңырап атырған болып, тұңғиық үстін қараңғылық қаплаған еді. Ал Құдайдың рухы болса, сулардың үстінде ұшып жүр еді. Сонда Құдай, жақтылық болсын, деп бұйырды. Һәм жақтылық пайда болды. Құдай жақтылықтың жақсы екенін көрді, һәм оны қараңғылықтан ажыратты. Солай етіп, Құдай жақтылықты күндіз, ал қараңғылықты түн деп атады. Кеш болып таң атты, бұл бірінші күн еді. Құдай сулар ортасында бір күмбез пайда болып, суларды бір-бірінен айырып тұрсын, деп бұйырды. Бұл былай болды. Құдай аспан күмбезін жаратып, күмбез астындағы суларды күмбез үстіндегі сулардан айырды. Құдай күмбезді аспан деп атады. Кеш болып таң атты, бұл екінші күн еді. Құдай, аспан астындағы сулар бір жерге топланып, құрғақлық көрінсін, деп бұйырды. Солай болды да. Құдай құрғақлықты жер деп, ал топланған суларды теңіз деп атады. Құдай бұның да жақсы екенін көрді. Құдай, жер жасыл шөплерді, тұқым шашатығын өсімліклерді, һәм тұқым мейвесінде болған жеміс ағашларын түр-түріне қарай өндірсін, деп бұйырды. Һәм солай болды да. Жер жасыл шөплерді, түр-түріне қарай тұқым шашатығын өсімліклерді, һәм тұқымы мейвесінде болған жеміс ағашларын өндірді. Құдай бұның да жақсы екенін көрді. Кеш болып таң атты, бұл үшінші күн еді. Құдай, күндіз бенен түнді бір-бірінен айыру үшін, һәм маусымлерді, күнлерді, жылларды белгілеу үшін, аспан күмбезінде жақтыртқышлар пайда болсын. Олар аспан күмбезінде тұрып, жер жүзін жақты қылсын, деп бұйырды. Солай болды да. Құдай үлкен екі жақтыртқышты, күндізді басқару үшін үлкен жақтыртқышты, һәм түнді басқару үшін кіші жақтыртқышты, және де жұлдызларды да жаратты. Жер жүзін жақты қылып тұру үшін, күндіз бенен түнді басқару үшін, һәм жақтылықты қараңғылықтан айыру үшін, Құдай оларды аспан күмбезіне жайластырды. Құдай бұның да жақсы екенін көрді. Кеш болып таң атты, бұл төртінші күн еді. Құдай, сулар жанлы жануарларға толсын, жер үстінде аспан күмбезі бойлап құслар ұшсын, деп бұйырды. Құдай айбатлы теңіз жануарларын, суларда толып тасқан бүткіл жануарларды, һәм түрлі құсларды жаратты. Құдай бұның да жақсы екенін көрді. Құдай оларды жарылқап, өсіп, өніп, көбейіңлер. Теңіз суларын толтырыңлар, жер жүзінде құслар көбейсін, деді. Кеш болып таң атты, бұл бесінші күн еді. Құдай, жер түрлі-түрлі жанлы жануарларды, малларды, жабайы хайуанларды, һәм жер бауырлаушыларды өндірсін, деп бұйырды. Солай болды да. Құдай түрлі-түрлі хайуанларды, малларды һәм жер бауырлаушыларды жаратты. Құдай бұлардың да жақсы екенін көрді. Құдай, өз көрінісіміздей қылып, өзімізге ұқсатып адамды жаратайық. Олар теңіздегі балықлар, аспандағы құслар, маллар, жер бауырлаушылар һәм жер бетіндегілердің һәммесінің үстінен хәкімлік етсін, деді. Құдай адамды өзіне ұқсатып жаратты. Оларды еркек һәм хаял етіп жаратты. Құдай оларды жарылқап, өсіп өніп, көбейіңлер, жер бетін толтырып, оны иелеп алыңлар.
теңіздегі балықлар, аспандағы құслар, жер бетінде әрекет етуші барлық хайуанатлар үстінен хакімлік етіңлер, деді. Құдай және былай деді: міне мен сіздерге жер жүзіндегі тұқым шашатұғын барлық өсімдіктерді, тұқымы мейвесінде болған барлық жеміс ағашларын бердім. Олар сіздерге азық болады. Ал жер бетіндегі жабайы хайуанларға, аспандағы құсларға, жер бауырлаушыларға, ұлыма жер бетінде тіршілік етуші барлық хайуанатларға азық үшін көк шөпілерді бердім. Солай болды да. Құдай барлық жаратқанларына қарап, олардың хаммесінің де жүда жақсы екенін көрді. Кеш болып таң атты. Бұл 6-шы күн еді. Жаратылыс кітабы 2-ші бап. Осылайынша аспан һәм жер, олардағы бүткіл барлық жаратылып болынды. Құдай іслерін 7-ші күнге дейін тамамлап, 7-ші күні барлық іслерінен дем алды. Ол 7-ші күнді жарылқап, оны мұқадес етіп айырды. Себебі ол осы күні өзінің барлық жаратушылық іслерінен дем алды. Міне, аспан һәм жердің жаратылуы тарихы сондай. Құдай ие аспан менен жерді жаратқанда, жер бетінде елі бірде-бір дала тұтасы, ямаса бірде-бір дала шөбі өспеген еді. Өйткені Құдай ие елі жерге жауын жаудырмаған болып, жерді тәрбиялайтұғын адам да жоқ еді. Бірақ жерден бұлақ суы шығып, бүткіл жер жүзін суғарып тұратұғын еді. Соңынан Құдай ие жердің топырағынан адамды жаратып, оның мұрнына өмір демін үпледі. Солай етіп адам тірі жан болды. Құдай ие шығыста Эденде бір бақ орнатып, өзі жаратқан адамын сол жерге жайластырды. Кейін Құдай ие көздің жауын алатұғын жеуге жақсы түрлі мейве ағашларын жерден өсіріп шығарды. Ал бағдың ортасына өмір терегін, һәм жақсылық пенен жаманлықты білу терегін өсіріп шығарды. Эденнен бір дария ағып, бағды суғарды, һәм ар қарай 4 тармаққа бөлініп кетті. Олардың біріншісінің аты Пишон болып, ол алтын каны болған бүткіл Хауила жерін айланып ағады. Алтыны жақсы болған ол жерде хош иіслі шайыр һәм оникс тасы бар. Екінші дарияның аты Гихон болып, ол бүткіл күш жерін айланып ағады. Үшінші дарияның аты Тигр болып, ол Ашурдың шығыс тарапынан ағып өтеді. Төртінші дарияның аты Ефрат еді. Солай етіп, Құдай ие Эден бағын тарбиялау һәм ғамқорлық қылу үшін адамды сол жерге орналастырып, оған сен бұл бағдағы қалеген терегіңнің мейвесінен жей аласаң, бірақ жақсылық һәм жаманлықты білу терегін жеме, жесең сөзсіз өлесең, деп бұйырды. Соңынан Құдай ие адамның жалғыз болғаны жақсы емес, оған лайықлы жәрдемші жаратаман, деді. Құдай ие жердегі хайуанлардың, аспандағы құслардың хаммесін топырақтан жаратып, оларға қандай ат беретұғынын білу үшін оларды адамға алып келді. Адам har біріне қандай ат қойса, сол жанлы жануар солай аталатұғын болды. Адам барлық малларға, аспандағы құсларға, һәм жабайы хайуанларға ат қойды. Бірақ адамның өзіне лайықлы жәрдемші табылмады. Сонда Құдай ие адамға терең ұйқы берді, һәм ол ұйқылап атырғанда, оның бір қабырғасын алып, орнын етпенен жауып қойды. Құдай ие адамның қабырғасынан хаялды жаратып, оны адамға алып келді. Сонда былай деді: менің сүйеклерімнен алынған сүйек, етімнен алынған ет мінекей ғой. Ол хаял адам деп аталсын. Өйткені ол ер адамнан алынды. Сондықтан ер адам ата-анасын қалдырып, өз хаялына қосылады, һәм екеуі бір дене болады. Адам да, оның хаялы да жалаңғаш еді. Бірақ олар бір-бірінен ұялмады. Жаратылыс кітабы 3-ші бап.
Құдай ие жаратқан жабайы хайуанлардың ішіндегі ең хилекері жылан еді. Жылан хаялдан, хақиқаттан да Құдай бағдағы ешбір теректің мейвесінен жемең деді ме деп сұрады. Хаял жыланға былай деп жауап берді: Біздер бағдағы тереклердің мейвелерінен жей аламыз. Бірақ Құдай бағдың ортасындағы теректің мейвесінен жемең, оған қол тигізбең, болмаса өліп қаласыз деген еді. Жылан хаялға: Яқ, хаслы өлмейсіз. Себебі сол теректің мейвесінен жегеніңізде көздеріңіз ашылып, жақсылық пенен жаманлықты білетұғыныңызды, һәм Құдай сияқлы болатұғыныңызды Құдай біледі, деді. Хаял теректің мейвесінің жеуге жақсы һәм көзге жағымлы екенін көріп, оннан білім алуға болатұғынын білгенліктен хәуесі келді. Сондықтан ол мейвені үзіп алып жеді һәм жанындағы күйеуіне де берді. Күйеуі де жеді. Сол уақытта екеуінің де көздері ашылып, өздерінің жалаңғаш екенін білді. Олар анжир ағашларының жапырақтарын бір-біріне тігіп, өздері үшін жапқышлар істеді. Олар күннің ыстылығы қайтқан уақытта бағдың ішінде Құдай иенің жүргенін есітті һәм оннан тасаланып, бағдағы тереклердің арасына жасырынды. Бірақ Құдай ие адамды дауыслап шақырып, «Қай жердесің?» деді. Сонда адам: «Бағда жүргеніңді естігенімде қорқып кеттім. Мен жалаңғаш болғанлықтан жасырындым», деді. Құдай ие адамнан: «Жалаңғаш екеніңді саған кім айтты? Я болмаса мен жеме деп бұйырған теректің мейвесінен жедің бе?» деп сұрады. Адам: «Сен маған берген хаял теректің мейвесінен берді. Мен де жедім», деп жауап берді. Құдай ие хаялға: «Бұл не қылғаның?» деді. Хаял: «Жылан мені алдады, сондықтан мен жедім», деді. Сонда Құдай ие жыланға былай деді: «Сен бұл ісің үшін барлық маллар һәм жабайы хайуанлар арасынан шетілетіліп, нәлеті боласың. Өмірің бойы жер бауырлап, топырақ жейсің. Мен сенің менен хаялды, оның ұрпағы менен сенің ұрпағыңды бір-біріне дұшпан етіп қояман. Оның ұрпағы сенің басыңды езеді, ал сен оның табанын шағасың». Соңынан Құдай ие хаялға: «Хамладарлық уақытыңда ауыр азап шектіремен, қиналып туатұғын боласың. Сен күйеуіңе құштар боласаң, ол сені басқаратұғын болады», деді. Ал адамға былай деді: «Хаялыңның сөзін тыңлап, мен жеме деп бұйырған теректің мейвесінен жегенің үшін жер сен себеплі нәлетленеді. Өмірің бойы ауыр минет етіп, жерден азығыңды тауып жейтұғын боласың. Сен дала шөплерін ауқат етесің. Жер сен үшін шеңгел һәм ошаған өсіреді. Жерге қайтқаныңша наныңды, маңлай теріңді төгіп табатұғын боласың. Өйткені сен топырақсаң, топырақтан жаратылғаның себеплі және топыраққа айланасың». Адам өзінің хаялын Хауа деп атады. Себебі ол бүткіл адамзаттың түп анасы болды. Құдай ие адам һәм оның хаялы үшін теріден киім іслеп, оларды киіндірді. Соңынан Құдай ие былай деді: «Міне, адам жаманлық пенен жақсылықты біліп, біздердің біріміз сияқлы болды. Енді ол өмір терегіне қолын созып, оның мейвесінен алып жемесін һәм мәңгілік өмір сүрмесін. Солай етіп, өз денесі жаратылған топырақты тарбиялау үшін Құдай ие адамды Эден бағынан шығарып жіберді. Ол адамды қуып шығарып жіберді һәм өмір терегіне баратұғын жолды қорғау үшін Эден бағының шығыс тарапіне керупларды һәм һәр тарапке айланып тұратұғын отлы қылышты қойды». Жаратылыс кітабы 4-ші бап. Адам хаялы Хауа менен жақындасқаннан соң хаялы хамладар болып Каинді туды. Сонда Хауа: «Мен жаратқан иенің жәрдемі менен адамды дүнияға келтірдім», деді. Соңынан ол тағы да Каиннің інісі Абылды туды. Абыл шопан, ал Каин дихан болды. Арадан бірнеше уақыт өткеннен соң Каин жердің өнімінен жаратқан иеге құрбанлық берді. Абыл да өзінің сүруіндегі тұңғыш түллердің бірнешесін әкеліп, олардың майлы бөлеклерін құрбанлыққа берді. Жаратқан ие Абылды һәм оның құрбанлығын қабыл етті. Бірақ Каинді
һәм оның құрбанлығын қабыл етпеді. Сонда Каин қатты ашуланып, қабағы қарыс жауылды. Жаратқан ие Каинға: «Сен не үшін ашуланасың? Неге қабағың қарс жауылады? Егер ниетің жақсы болса, басыңды көтеріп жүрмес пе едің? Бірақ егер ниетің жаман болса, есік алдында күнә жатыр. Ол сені өзіне тартады, бірақ сен оннан үстем бол», деді. Каин інісі Абылға: «Жүр, атызға барайық», деді. Олар атызда болған уақытта Каин інісі Абылға топылып, оны өлтірді. Жаратқан ие Каиннан: «Інің Абыл қай жерде?» деп сұрады. Ол: «Білмеймін, мен не інімнің қарауылыман ба?» деп жауап берді. Сонда жаратқан ие былай деді: «Сен не істеп қойдың? Ініңнің қаны маған жерден нала етіп атыр. Сенің өз қолыңменен өлтірген ініңнің қанын ішу үшін аузын ашқан жерден енді сен қуып жіберіліп нәлеті боласың. Бұнан былай тарбияланған жерің өнім бермей тұғын болады. Һәм сен жер бетінде тұрақлай алмай, кезендеге айланасың». Каин жаратқан иеге: «Менің жазам көтере алмайтұғын дәрежеде ауыр. Бүгін сен мені бұл жерлерден қуып атырсаң, енді мен сенің көзіңнен таса болып, бір жерде тұрақлай алмай, кезендеге айланаман. Мені дүс келген адам өлтіріп кетуі мүмкін ғой», деді. Сонда жаратқан ие оған: «Яқ, егер кімде кім сені өлтірсе, оннан 7 есе өш алынады», деді. Солай етіп, Каинға тұсласқан ешбір адам оны өлтірмеу үшін жаратқан ие оған бір белгі салды. Каин жаратқан иенің жанынан кетіп, Эденнің шығысындағы Нод деген жерге орналасты. Каин хаялыменен жақындасқаннан соң, хаялы хамладар болып, Ханоқты туды. Сол уақытта Каин бір қала салып атыр еді. Ол қалаға ұлы Ханоқтың атын қойды. Ханоқтан Ирод туылды, Иродтан Мехуяел, Мехуяелден Меташуэл, Меташуэлден Ламех туылды. Ламех 2 хаял алды. Біріншісінің аты Ада, екіншісінің аты Силла еді. Ада Ябалды туды. Ол шатырларда жасаушы, шаруалардың түп бабасы болды. Інісінің аты Юбал еді. Ол барлық лира һәм сыбызғы шертетұғылардың түп бабасы болды. Ал Силла Тубал Каинды туды. Ол барлық қола һәм темір құралларын іслеуші болды. Тубал Каинның қарындасы Наама еді. Ламех хаялларына былай деді: «Хей Ада һәм Силла, мені тыңлаңлар. Ламехтың хаяллары, сөзіме құлақ салыңлар. Мені жарақатлағаны үшін бір ер адамды, ұрғаны үшін бір жас жігітті өлтіремен. Егер Каин үшін өш алынса 7 есе, Ламех үшін өш алынар 70 есе». Адам хаялы менен тағы жақындасқаннан соң, хаялы бір ұл туды. Ол: «Құдай Каин өлтірген Абылдың орнына маған басқа перзент берді» деп балаға Шет деп ат қойды. Шеттен де бір ұл туылып, оның атын Енош деп қойды. Адамлар сол уақыттан баслап жаратқан иенің атын айтып шақыра басылады. Жаратылыс кітабы 5 бап. Адамның шежіресі мынадай. Құдай адамды жаратқанда, оны өзіне ұқсатып жаратты. Оларды еркек һәм хаял қылып жаратты. Һәм сол күні оларды жарылқап, оларға Адам деп ат қойды. Адам 130 жасқа шыққанда, өзіне ұқсас, өзінің бейнесіндей бір балалы болып, оған Шет деп ат қойды. Шет туылғаннан соң, Адам және 800 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Адам барлығы болып 930 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Шет 105 жасқа шыққанда ұлы Енош туылды. Енош туылғаннан соң, Шет және 807 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Шет барлығы болып 912 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Енош 90 жасқа шыққанда ұлы Кенан туылды. Кенан туылғаннан соң, Енош және 815 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Енош барлығы болып 905 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Кенан 70 жасқа шыққанда ұлы Махалалел туылды. Махалалел туылғаннан соң, Кенан және 840 жыл жасады.
Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Кенан барлығы болып 910 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Махалалел 65 жасқа шыққанда, ұлы Ерет туылды. Ерет туылғаннан соң, Махалалел және 830 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Махалалел барлығы болып 895 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Ерет 162 жасқа шыққанда, ұлы Енох туылды. Енох туылғаннан соң, Ерет және 800 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Ерет барлығы болып 962 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Енох 65 жасқа шыққанда, ұлы Метушелах туылды. Метушелах туылғаннан соң, Енох 300 жыл дауамында Құдайменен тығыз байланыста жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Енох барлығы болып 365 жыл жасады. Ол Құдайменен тығыз байланыста жасады. Соңынан ол жер бетінен ғайып болды. Өйткені Құдай оны өзінің жанына алған еді. Метушелах 187 жасқа шыққанда ұлы Ламех туылды. Ламех туылғаннан соң Метушелах және 782 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Метушелах барлығы болып 969 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Ламех 182 жасқа шыққанда бір балалы болды. Ол, жаратқан иенің нәлетлеген жері себеплі шеккен азабымызды һәм минетімізді бұл бала жеңілдетіп рахат береді, деп балаға Нұх деп ат қойды. Нұх туылғаннан соң, Ламех және 595 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Ламех барлығы болып 777 жыл өмір сүріп, қайтыс болды. Нұх 500 жыл жасағаннан соң, ұллары Сам, Хам, Яфет туылды. Жаратылыс кітабы 6 бап. Жер бетінде адамлар көбейе басылады. Олардан қызлар да туылды. Илахи барлықлар адамлардың қызларының сұлу екенін көріп, өзлері ұнатқанларын хаяллыққа алды. Сонда жаратқан ие, менің рухым адамзатта мәңгі қалмайды. Өйткені олар бар жоғы бір адам. Адамның өмірі 120 жыл болады, деді. Илахи барлықлар адамлардың қызларына үйленіп, балалы болған күллерде, һәм сол күллерден кейінде жер жүзінде дәулер бар еді. Олар әйемгі заманның атақлы қахрамаллары һәм атақлы адамлары болды. Жаратқан ие қарап, жер жүзінде адамзаттың жаман іслерінің көп екенін, олардың кеуіліндегі ой ниетлерінің бархама жауызлыққа толы екенін көрді. Ол жер бетінде адамзатты жаратқанына өкініп, жүрегі ғамға толды. Сонда жаратқан ие былай деді: өзім жаратқан адамзатты, хайуанларды, жер бауырлаушыларды һәм құсларды жер бетінен қырып таслайман. Себебі мен оларды жаратқаныма өкінемен. Бірақ Нұх жаратқан иенің мейіріміне ерісті. Нұхтың өмір тарихы мынадай. Нұх заманластары арасында хақ һәм мінсіз адам болып, Құдайменен тығыз байланыста жасайтұғын еді. Ол Сам, Хам, Яфет деген 3 ұллы болды. Құдайдың көз алдында жер жүзі бұзылып, жауызлыққа толған еді. Құдай жер жүзіне қарап, оның соншелі бұзылғанын көрді. Өйткені адамлар жолдан шыққан еді. Сонда Құдай Нұхқа былай деді: мен бүткіл адамзатты жоқ етемен. Өйткені олар себеплі жер жауызлыққа толды. Мен оларға қосып, жер бетінде жоқ етемен. Сен өзіңе гофер ағашынан бір кеме соқ. Оны бөлмелерге бөліп, іш сыртын қарамай менен майла. Сен кемені былай соғуың керек. Оның ұзынлығы 300 шығанақ, ені 50 шығанақ, биіктігі 30 шығанақ болсын. Ал бастырмасын бір шығанақ жоғары қылып сіле. Қапысын қапталдан қой. Һәм кеменің төменгі, ортаңғы, һәм жоғарғы қабатлары болсын. Мінекей, мен жер жүзіне топан суын жіберіп, аспан астындағы һәмме тірі жанды жоқ етемен. Жердегі барлық нәрсе қырылып қалады. Бірақ мен сенің менен өз келісімімді түземен. Сен өз ұлларың, хаялларың һәм келілерің менен бірге кемеге кір. Аман қалу үшін
өзің менен бірге кемеге барлық жануарлардың еркек һәм ұрғашысынан жұп-жұптан алып кір. Аман қалу үшін құслардың, хайуанлардың һәм жер бауырлаушылардың һәр қилы түрлері жұп-жұптан саған келеді. Өзіңе һәм оларға азық болатұғын һәр қилы ауқатлық затларды жеткілікті етіп жинап қой. Нұх Құдайдың бұйырғанларының барлығын орындады. Жаратылыс кітабы 7 бап. Жаратқан ие Нұхқа былай деді: Бүткіл қожалығың менен кемеге кір. Өйткені мен заманластарың ішінде тек сенің ғана менің алдымда хақ екеніңді көрдім. Өзің менен бірге хадал деп есеплаған хайуанлардың түрлерінен еркек һәм ұрғашысынан 7 жұптан, харам деп есепланған хайуанлардың түрлерінен еркек һәм ұрғашысынан 2 жұптан ал. Және де тұқымы жер бетінде сақланып қалуы үшін құслардың һәр қилы түрлерінен еркек һәм ұрғашысынан 7 жұптан ал. Өйткені мен 7 күннен кейін жерге 40 күн 40 түн жауын жаудыраман. Өзім жаратқан әрбір тірі жанды жер бетінен қырып тастайман. Нұх жаратқан иенің бұйырғанларының барлығын орындады. Жерді топан суы басқанда Нұх 600 жаста еді. Нұх, оның ұллары, хаялы һәм келілері топан суынан құтылу үшін кемеге кірді. Құдайдың Нұхқа бұйырғанындай хадал һәм харам деп есепланған һәр түрлі хайуанлар, құслар һәм жер бауырлаушыларды еркегі һәм ұрғашысы жұп-жұп болып Нұхқа келіп кемеге кірді. 7 күннен соң топан суы жер бетін қаплай басылады. Нұх 600 жасқа толған жылдың 2 айының 17 күнінде терең тұңғиықтың барлық бұлақларынан су атылып, аспан қақпақлары ашылып кетті. Жер жүзінде 40 күн, 40 түн жауын жауды. Тап сол күні Нұх, оның ұллары Сам, Хам, Яфет, Нұхтың хаялы һәм 3 келіні кемеге кірді. Барлық жабайы хайуанлардың, маллардың, жер бауырлаушылардың, барлық құслардың һәм қанатлылардың да һәр қилы түрлері олар менен бірге кірді. Һәр түрлі жанлы жануарлар жұп-жұптан Нұхқа келіп кемеге кірді. Кемеге кірген хайуанлар Құдай Нұхқа бұйырғанындай еркек һәм ұрғашы еді. Сондан кейін жаратқан ие Нұхтың ізінен кеменің қапысын жапты. Топан суы 40 күн давам етті. Һәм сулар тасып, кемені жерден жоғарыға көтерді. Су жер бетінде соншелі көбейіп жоғары көтерілгенліктен кеме су бетінде жүзе басылады. Сулардың көтерілгені соншелі жер бетіндегі барлық бәлен таулар су астында қалды. Көтерілген сулар таулардың үстін 15 шығанақ жоғары қаплады. Жер жүзіндегі барлық тіршілік, құслар, маллар, жабайы хайуанлар, жер бауырлаушылар һәм барлық адамлар қырылып қалды. Құрғақлықтағы тірі жанның һәммесі өліп қалды. Жер жүзіндегілердің һәммесі адамлардан баслап малларға дейін, жер бауырлаушылардан баслап құсларға дейін набыт болды. Тек Нұх һәм оның менен бірге кемеде болғанлар ғана аман қалды. Топан суы жер жүзін 150 күн қаплап тұрды. Жаратылыс кітабы 8 бап. Бірақ Құдай Нұхты һәм оның менен бірге кемеде болған жабайы хайуанлар менен малларды есіне түсіріп, жер бетіне самал естірді. Сонда сулар азая басылады. Тұңғиықтың бұлақлары һәм аспанның қақпақлары жабылып, жауын тынды. Сулар әсте-әсте жер бетінен қайта басылады. Һәм 150 күннен кейін азайып қалды. Кеме 7 айдың 17 күні Арарат таулары үстінде тоқтады. Сулар 10 айға шекем азайып, 10 айдың 1 күнінде таулардың төбелері көріне басылады. 40 күннен соң Нұх өзі соққан кеменің әйнегін ашты. Ол бір қарғаны ұшырып жіберді. Жер бетіндегі сулар құрығанға дейін қарға ұшып келіп кетіп тұрды. Соңынан Нұх жер бетіндегі судың қайтқан қайтпағанын білу үшін бір кептерді ұшырып жіберді.
Бірақ кептер қонатұғын жер таба алмай, және Нұхқа кемеге қайтып келді. Себебі елі жер бетін су қаплап тұр еді. Нұх қолын созып, кептерді өз жанына кемеге кіргізіп алды. 7 күн күтіп, Нұх кептерді кемеден және шығарып жіберді. Кептер кеште қайтып келгенде, оның тұмсығында зайтун ағашының жаңа жұлынған бір жапырағы бар еді. Сонда Нұх жер бетіндегі судың қайтқанын түсінді. Нұх және 7 күн күткеннен соң кептерді қайтадан шығарып жіберді. Бұл рет кептер қайтып келмеді. Нұх 601 жасқа толған жылдың 1 айының 1 күні жер бетіндегі сулар құрғады. Нұх кеменің төбесін ашып, жердің құрғағанын көрді. 2 айдың 27 күні жер толық құрғады. Сонда Құдай Нұхқа былай деді: «Хаялың, ұлларың хам келінлерің менен бірге кемеден шық. Өзің менен бірге барлық жануарларды, құсларды, хайуанларды хам жер бауырлаушыларды да шығар. Олар жер жүзіне таралып, жер бетінде өсіп-өніп көбейсін». Нұх хаялы, ұллары хам келінлері менен бірге кемеден шықты. Барлық хайуанлар, жер бауырлаушылар, құслар, жер бетінде тіршілік етушілердің хаммесі түр-түрі бойынша кемеден шықты. Нұх жаратқан иеге арнап құрбанлық орын құрды. Сол жерде ол хадал деп есапланған хайуанлардың хам құслардың хаммесінен алып, оларды құрбанлыққа шалып, жағып жіберді. Жаратқан ие жағымлы иісті ұнатып, өз кеулінде былай деді: «Мен енді жерді адамлар себеплі нәлетлемеймін. Өйткені адамның кеуліндегі ниетлер балалығынан ақ жаман болады. Мен осы істегенімде енді ешқашан бүткіл тіршілікті жоқ қылып жібермеймін. Ендігіден былай, дүния тұрғанша егін егу, оны ору, ыссы хам суық, жаз хам қыс, күндіз хам түн бола береді». Жаратылыс кітабы 9 бап. Құдай Нұхты хам оның ұлларын жарылқап былай деді: «Өсіп-өніп көбейіңлер, хам жер жүзін толтырыңлар. Жердегі хайуанлардың, аспандағы құслардың, жер жүзіндегі тірі жанлардың, хам теңіздегі балықлардың хаммесі сілерден қорқып, үркетіғым болсын. Олар сілердің билігіңізге берілген. Барлық тірі жануарлар сізлерге ауқат болады. Өсімліклерді бергенім сияқлы, мен сіздерге хаммесін беріп атырман. Бірақ олардың қанын шығармай тұрып, гөшін жемең. Себебі жан қаннан ибарат. Егер сіздердің де қаныңыз төгілсе, хаққыңызды сөзсіз талап етемен. Адам жанын қиған har қандай адам хам хайуаннан мен есап талап етемен. Кім адамның қанын төксе, оның өзінің қаны да басқа адам тарапынан төгіледі. Себебі Құдай адамды өзіне ұқсатып жаратты. Ал сіздер өсіп-өніп көбейіңлер, хам жер бетіне тарқалып артып барыңлар. Құдай Нұхқа хам оның ұлларына былай деді: «Мен сіздер менен, сіздердің келешек ұрпағыңыз бенен келісім түземен. Және де сіздер менен бірге болған барлық жанлы жануарлар, құслар, маллар, жабайы хайуанлар хам сіздер менен кемеден шыққан жер бетіндегі барлық хайуанлар менен келісім түземен. Сіздер менен түзетуғын келісімім мынадан ибарат: ендігіден былай бүткіл тіршілік топан суы менен жоқ етілмейді. Хам жер жүзін жоқ ететұғын топан суы енді қайтып болмайды». Құдай сөзін давам етіп былай деді: «Менің сіздер хам әрбір жанлы жануар менен барлық келешек ұрпақлар үшін мәңгіге дүзіп атырған келісімімнің белгісі мынау: мен өз айқұлағымды болтларға жайластыраман. Хам ол менің менен жерде жасаушылардың арасындағы дүзген келісімімнің белгісі болады. Мен жер үстіне бұлт жібергенімде, бұлтларда айқұлақ пайда болады. Сонда мен сіздер менен хам әрбір тірі жан менен дүзген келісімімді еске аламан. Бүткіл тіршілікті жоқ ету үшін топан суы енді қайтып болмайды. Қашан бұлтларда айқұлақ пайда болса, мен оны көріп, жерде жасаушылардың хаммесі менен өзім түзген мәңгілік келісімімді еске аламан». Соңынан Құдай Нұхқа
менің жерде жасаушы har bir тірі жан менен түзген келісімімнің белгісі осы деді. Нұхтың кемеден шыққан ұллары Сам, Хам, Яфет еді. Хам Қананның әкесі еді. Бұлар Нұхтың үш ұлы еді. Жер жүзіндегі барлық халқлар олардан тарқады. Нұх жерді тарбиялап, жүзім егуге кірісті. Ол шарап ішіп, мәс болып қалды. Хам өзінің шатырында жалаңғаш жатты. Қананның әкесі болған Хам әкесінің жалаңғаш жатырғанын көрді. Хам сыртқа шығып, бұл хақында екі туысқанына айтып берді. Сонда Сам менен Яфет бір шапанды иінлеріне таслады да, теріс қарап жүруі менен ішке кіріп, әкесінің жалаңғаш денесін шапан менен жапты. Олар әкесінің жалаңғаш екенін көрмеу үшін жүзлерін басқа тәрепке бұрды. Мәслігі тарқағаннан соң Нұх кішкене ұлының не істегенін біліп, былай деді: Қананға нәлет жаусын. Ол туысқанларының құлларының құлы болсын. Ол және былай деді: Самның Құдай иесіне алғыслар болсын, ал Қанан Самның құлы болсын. Құдай Яфеттің жерлерін кеңейтсін. Ол Самның шатырларында жасасын, ал Қанан Яфеттің құлы болсын. Нұх топан суынан соң және 350 жыл өмір сүрді. Ол барлығы болып 950 жыл жасағаннан соң қайтыс болды. Жаратылыс кітабы 10 бап. Нұхтың ұллары Сам, Хам, Яфеттің шежіресі мынадай. Топан суынан кейін олардан балалар туылды. Яфеттің ұллары Гомер, Магог, Мадай, Яуан, Тубал, Мешех хам Терас. Гомердің ұллары Ашкеназ, Рифат хам Тогарма. Яуанның ұллары Элиша, Таршиш, Киттим хам Доданим. Бұлардан теңіз жағаларында жасаушы халқлар өрбіді. Олар өз өлкелерінде әрқилы тілдерде сөйлеп, халқлары әрқилы қауымлерге бөлінді. Хамның ұллары Куш, Мысыр, Пут хам Қанан. Күштің ұллары Себа, Хауила, Сапта, Рама хам Саптеха. Раманың ұллары Шеба хам Дедан. Күштің және Нимрод дегенде бір ұлы бар еді. Ол жер жүзіндегі бірінші күшлі жауынгер болды. Нимрод жаратқан иенің алдында күшлі аңшы болғандықтан, жаратқан иенің алдында Нимрод сияқлы күшлі аңшы деген сөз келіп шыққан. Ол дәслеп Шынар жеріндегі Бабыл, Эрех, Акат хам Калне қалаларында патшалық етті. Соңынан ол сол жерден Ашураға кетіп, Ниневия, Рихабот Ир Қалақ қалаларын, сондай-ақ Ниневия менен Қалақ арасындағы Ресен қаласын құрды. Ол ұлы қала болды. Мысырдан Лут, Анам, Лехаб, Нафтух, Патрус, Каслух хам Кафтор халқлары, ал Каслух халқынан Филист халқы келіп шықты. Қананнан тұңғыш ұлы Сидон, кейін Хет туылды. Сондай-ақ Ебус, Амор, Гиргаш, Хиу, Арк, Син, Аруат, Семар хам Хамат халқлары да Қананнан келіп шықты. Кейін ала Қанан қауымлері атырапқа тарап жайылып кетті. Қанан халқының жерлері Сидоннан Герар тәрепке қарай, Газаға шекем оннан Содом, Гамора, Адма, Себойым тәрепке қарай, Лишаға шекем созылып жатты. Бұлар өз өлкелерінде хам халқларында әр түрлі қауымлерге хам тіллерге бөлінген Хамның ұрпақтары еді. Яфеттің ажағасы Самның да балалары болды. Ол барлық Эбер ұрпақтарының түп бабасы болды. Самның ұллары Элам, Ашур, Арпақшат, Лут хам Арам. Арамның ұллары Ус, Хул, Гетер, Маш. Арпақшаттан Шелах, Шелахтан Эбер туылды. Эбердің екі ұлы болып, олардың бірінің аты Пелек еді. Өйткені сол уақытта жерлер бөлінген еді. Ал екіншісінің аты Йоқтан еді. Йоқтаннан Алмодат, Шелеф, Хасармаует, Ерах, Хадорам, Узал, Дикла, Обал, Абимаел, Шеба, Офир, Хауилла хам Иобаб туылды. Бұлардың бәрі Йоқтанның ұллары еді. Олар шығыста
мешаттан сефарға шекім созылған таулы өлкеде жасайтұғын еді. Бұлар өз өлкелерінде һәм халқларында һәр түрлі қауымлерге һәм тіллерге бөлінген Самның ұрпақлары еді. Топан суынан соң бүткіл жер жүзіне халық, ұру болып тараған бұл адамлар Нұхтың ұрпақлары еді. Жаратылыс кітабы 11 бап. Сол уақытлары дүниядағы барлық адамлар бір тілде сөйлеп, бірдей сөздерді қолданатұғын еді. Адамлар шығыста көшіп жүргенде, Шынар жерінде бір тегісілік тапты. Һәм сол жерге орналасты. Адамлар бір-біріне, келіңлер, ылайдан гербіш құйып, оларды отқа пісірейік деді. Олар тастың орнына гербіш, ылайдың орнына қарамай қолланды. Соңынан олар өзімізге бір қала құрайық, һәм төбесі аспанға жететұғын бір мінара тікілеп, даңқымызды шығарайық. Сонда біздер жер жүзіне тарап кетпейміз, десті. Жаратқан ие, адамлар құрып атырған қаланы һәм мінараны көру үшін төменге түсті. Һәм былай деді: міне олар бір халық болып, бір тілде сөйлескерліктен осы істі баслады. Бұннан былай олар ойлаған ойларын жүзеге асырмай қоймайтұғын болады. Қане, төменге түсейік. Олар бір-бірін түсінбей қалуы үшін тіллерін араластырып таслайық. Солай етіп, жаратқан ие оларды жер жүзіне таратып жіберіп, қала құрылысын тоқтатып таслады. Сондықтан бұл қала Бабыл деп аталды. Себебі жаратқан ие сол жерде барлық адамлардың тіллерін араластырып таслап, оларды бүткіл жер жүзіне таратып жіберген еді. Самның шежіресі мынадай. Топан суынан кейін 2 жыл өткеннен соң, Сам 100 жаста болғанда ұлы Арпақшат туылды. Арпақшат туылғаннан соң, Сам және 500 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Арпақшат 35 жасқа шыққанда ұлы Шелах туылды. Шелах туылғаннан соң, Арпақшат және 403 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Шелах 30 жасқа шыққанда ұлы Эбер туылды. Эбер туылғаннан соң, Шелах және 403 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Эбер 34 жасқа шыққанда ұлы Пелек туылды. Пелек туылғаннан соң, Эбер және 430 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Пелек 30 жасқа шыққанда ұлы Реу туылды. Реу туылғаннан соң, Пелек және 209 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Реу 32 жасқа шыққанда ұлы Серук туылды. Серук туылғаннан соң, Реу және 207 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Серук 30 жасқа шыққанда ұлы Нахор туылды. Нахор туылғаннан соң, Серук және 200 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Нахор 29 жасқа шыққанда ұлы Терах туылды. Терах туылғаннан соң, Нахор және 119 жыл жасады. Оның басқа да ұллары һәм қызлары болды. Терах 70 жасқа шыққаннан соң, оннан Ибрам, Нахор һәм Харан деген ұллар туылды. Терахтың ұрпақларының тарихы мынадай. Терахтан Ибрам, Нахор һәм Харан туылды. Ал Хараннан Лут туылды. Әкесі Терахтың көзінің тірісінде, Харан өзінің туылған жері болған калдейлердің Ур қаласында қайтыс болды. Ибрам да Нахор да үйленді. Ибрамның хаялының аты Сарай, ал Нахордың хаялының аты Милка еді. Милка Исканың әкесі Харанның қызы еді. Сарай нәсілсіз болып, баласы жоқ еді. Терах ұлы Ибрамды, Харанның ұлы болған ақлығы Лутты, һәм Ибрамның хаялы болған келіні Сарайды алып, Канан жеріне бару үшін калдейлердің Ур қаласынан жолға шықты. Бірақ олар Харан жеріне жеткенде сол жерге орналасып қалды. Терах 205 жыл өмір сүріп, Харанда қайтыс болды.